Бүгін Қазақстан тарих пәнінен дала өркениетінің тарихи мәдени ескерткіштері деген тақырыпты бастаймыз. Жалпы дала өркениетінің тарихи мәдени ескерткіштеріне рухани қайта өрлеу бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде 2017 жылғы мамыр айында Сакралды Қазақстан жобасы іске асырылған болатын. Осыған байланысты қазір сіздерге осындай 4 жоспар алдарыңызға көрсетіледі. Қазақстанның сакралды картасы, ұлттық рухани қасиетті жерлерді білу, не үшін білу керек, тарих және мәдениет ескерткіштерін жіктеу, жалпы ұлттық маңызы бар сакралды нысандарды білулеріңіз қажет. Енді рухани қайта өрлеу бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде 2017 жылғы мамыр айында Қазақстан сакралды жобаларының негізі жасалынды. Жалпы бұл жоба ескерткіштердің рухани құндылық мазмұнын тіркейді. Яғни бұрынғы ескерткіштерді сақтаудың, қалпына келтірудің қажет екендігі түсінікті. Сакралды сөз тар мағынада Құдайға, дінге қатысты, ғұрыптық діни ғұрыппен байланысты дегенді білдіреді. Сакралды Қазақстан жобасында рухани қасиетті орындар мен сакралды нысандар ретінде мифологиямен, дәстүрмен, дінмен, наным-сенімге байланысты нысандар ғана емес, сондай-ақ бірегей табиғи ландшафтылар, мәдени мұра мен зайырлы сәулет өнерінің ескерткіштері, ауызша тарихтамамен, халқымыздың жадында сақталған құндылыққа ие тарихи, саяси оқиғалармен байланысты нысандарда түсіндіріледі. Сакралды нысандар маңызы бойынша екі топқа бөлінеді, яғни макросакралды және микросакралды. Мысалы, сол жерде тұрған ауыл тұрғындары үшін ғана маңызы бар, соларға қатысты киелі қасиетті орындар деп, осы үлгісіне қарай макро және микро сакралды болып бөлінеді. Ал өз үлгісі бойынша қасиетті орындар 4 топқа бөлінеді. Яғни бірінші топқа табиғи ландшафт нысандар жатады, екінші топқа археологиялық сәулет өнерінің ескерткіштері жатады, үшінші топқа қасиетті діни қажылық орындар, төртінші топқа тарихи тұлғалар мен саяси оқиғаларға байланысты жерлер жатады. Жалпы тізімге жалпы маңызы бар 100 сакралды нысан енеді. Мысалға, бірінші топ табиғи ландшафт нысандар бұл біздің еліміздегі ерекше құрметтелетін табиғи нысандардың тобына жататын Ұлытаудағы Ақмешіт, Әулие биігі, Хан Тәңір шыңы, Алтайдағы Мұзтау шыңы, Шарын шатқалы, Қазығұрт тауы, Жамбақты тауындағы, Абай ауданындағы Қоңыр әулие үңгірлері, Отпантау тарихи мәдени кешендер кіреді. Бектау ата үңгірі және Жылаған ата үңгірлері де осы топқа жатады. Енді археологиялық сәулет өнерінің ескерткіштерінің екінші тобына бұл Бозоқ ортағасырлық қалашығы, Боралдай сақ қорғандары, Есік сақ қорғаны, Таңбалы тастағы Тамғалы археологиялық кешені, Теректі әулие, Беғазды археологиялық кешені, Ботай қонысы, Берел қорымы, Шілікті қорымы, Мерке Жайсан түркі ғұрыптық кешені, Қос Батыр Құмай ескерткіші және Ақыртас бекінісі іріктеліп алынған. Яғни бұл екінші топқа жататын археологиялық кешендер. Сакралды нысандардың үшінші тобына, яғни тауап ету орындары, табыну нысандары, яғни діни киелі орындар жатады. Кесенелер, мазарлар, жерлеу орындары, мешіттер, шіркеулер жатады. Олардың ішінде Яссауи кесенесі, Рабия Сұлтан-бегім кесенесі, Үлкен Құлует, Күлтөбе қалашығы, Гаухар-ана кесенесі, Арыстанбаб кесенесі, Ибрахим ата кесенесі, Қарашаш ана кесенелері, Қарабура кесенесі, Баба Түпті Шаштазы кесенесі, Бәйдібек би, Домалақ ана кесенесі, Укашатай мазары, Исмаил ата сәулет кешені, Маңғыстау жеріндегі қорымдар мен жерасты мешіттері, Бекет ата, Шопан ата, Көне Бейнеу, Бекет ата ескерткіштері құрайды. Сакралды нысандардың, яғни бұл тобы көп жағдайда әулиелермен байланысты. Олардың ішінде ежелгі мифологиялық кейіпкерлер, тұлғалар да бар. Сакралды нысандардың төртінші тобына, яғни тарихи тұлғалар мен саяси оқиғаларға байланысты жерлер жатады. Яғни Қобыланды батыр, Абылай хан, Әбілхайыр хан, Есім хан, Махамбет Өтемісұлы, Достоевский, Шевченконың және Байтұрсынұлының, Міржақып Дулатовтың есімдерімен тікелей байланысты. Яғни
1916 жылғы көтеріліс басшыларының да кесенесі, Амангелді Имановтың бейіті, Әбдіғаппар мен Кейкі Батырдың кешендері және Ахмет Байтұрсыновтың Алматыдағы үйі, Шоқан Уәлихановтың Алтын Емелдегі мемориалдық кешені, Абай Шәкәрім мемориалдық кешендері және Ыбырай Алтынсаринның кесенесі мен Жамбыл Жабаев кесенелері осы 4-ші топ саяси оқиғаларға байланысты жерлерге жатады. Ал енді осы 4-ші топтың қасиетті саяси оқиғалармен байланысын құрайтын, мысалға айтатын болсақ, Орбұлақ, Бұланты, Аңырақай саяси қуғын-сүргін құрбандарының Алжир мемориалдық кешендері, сонымен бірге Семей полигонының құрбандарына арналған өлімнен де күштілер монументі, Нұрсұлтандағы Астана бәйтерек, Қазақ елі мәңгілік ел салтанат аркасы осы топқа жататын болады. Жалпы ұлттық тізімнен бөлек бұл өңірлік 500 нысан тізімі жасалып отыр. Қазіргі таңда осы сакралды нысандардың 500 нысанының ішінде қазіргі таңда 100 нысан сакралды мекенелерге енгізіліп отыр. Енді тақырып бойынша осы тапсырмалар беріледі, жарнама жасау. Яғни сіздер, оқушылар, осы айтылған сакралды мекендерге, мұражайларға, туризмді дамыту мақсатында өз үлестеріңізді қосып, Ахмет Яссауи, Арыстанбаб, Оқашата, Шағын шатқалдарына туризмді дамыту мақсатында жарнама жасап келесіздер. Назарларыңызға рахмет.